Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Менің көңіл күйім өте тамаша. Бүгін мен сіздерге тағы да бір керемет пайдаларыңызға жарасын деген ниетпен, жалпы өзімнен кіші, өзім қатарлы құрбы құрдастарыма арналған бір контент түсіргім келіп отыр. Ата-ана жайлы. Жалпы мен ата-ана жайлы өте көп тақырыптар түсіремін. Соның ішінде бір сіңілім жазған екен, сіз қандай бақыттысыз, сізге әке шешеңіз қандай мықты тәрбие берген деп. Альхамдулилля, ондай тақырыпты, ондай тәрбиені көріп, осындай ата-анама туғаныма миллиард рет мен разымын, рахмет айтудан шаршамаймын. Және сіздерге де айтқым келеді, бұл жалпы ата-ана тақырыбында, ата-ана жайында біз өте үлкен кейде қателіктер жіберіп жатамыз. Әке шешемізге біз баласы ретінде ешқандай құқыққа, ешқандай бізге құқық берілмеген. Біз әке шешемізді талқылауға ешқандай қақымыз жоқ. Жалпы біздің ата-анамыз Құдайдан кейінгі өте жоғары дәрежелі адамдар. Әке шешеңіз кім болады, қандай болады, оған сіз талқылауға міндетті емессіз. Кімнен туылатыныңызды, кім болып туылатыныңызды, оны Алла ғана шешті. Осындай ата-ананы сізге Алла бұйыртты. Демек, бұл сіздің тағдырыңыз. Сондықтан біздің ата-анамыздың алдында бір үш міндетіміз бар. Біз ең бірінші кезекте біз әке шешемізге әрқашан ризашылығымызды білдіріп рахмет айтуымыз керек. Ризашылығымызды өте жоғары деңгейде білдіріп рахметімізді айтып жүруіміз керек. Екінші, ол кісілердің тағдыры қандай, тағдырын қабылдауымыз керек. Оның тағдырын талқылауға біз міндеттіміз. Ешқандай оның қақыңыз жоқ. Үшінші, сіз былай істе, сөйт бүйт деп ештеңе айтуға міндеттіміз. Біз ештеңе айтпаймыз. Тек қана дұға жасаймыз. Әке шешеміз үшін дұға жасауымызға болады. Әрқашан дұғада боламыз. Жақсы жағына өзгеруіне, жақсы істер жасауына, жақсы қадамдарда болуына, егер сіз дұрыс емес қателіктерін көріп тұрсаңыз, бетіне айтуға міндетті емессіз, сыртынан дұға жасайсыз. Сіз тіпті имам болсаңыз да, керемет бір мешіттің өкірген имам болсаңыз да, сіздің әке шешеңіз алқаш болса, сіздің әке шешеңіздің деңгейі имам екеніңізге қарамастан, ол кісілердің мәртебесі Алланың алдында өте жоғары. Сондықтан біліңіздер, бұл қателікті жасамаңыздар. Ешқашан әке шешелеріңізге сіз былай істе, сол дұрыс, бұл дұрыс деген нәрсені айтуға болмайды. Бұл өте үлкен қателіктер. Алла сақтасын. Сонымен бір-бірімізге әрқашан сүйкімді, сүйікті, әкеге бала, анаға бала, балаға мықты ата-ана болуды жазсын. Раббым әрбіріміздің дұға тілектерімізді қабыл етіп, жүзіміз жарқын, мейірімді, жүрегіміз әппақ қағаздай тап-таза, бір-бірімізге деген мейірім шапағатымыз өте жоғары деңгейде болсын. Сіздермен мен